Бүгінгі таңда түрлі ағымдар көбейіп, халқымыздың құнды дәстүрлерін жоққа шығаруға тырысып жүр. Бұл қоғамға кері әсер ететін жағдай. Негізінде дін мен дәстүр қазақ қоғамында әрқашан қатар жүретін, бір-бірімен тығыз байланыстағы ұғымдар. Қазақтың ұлттық болмысы мен дүниетанымы осы дін мен дәстүр арқылы қалыптасады. Қасиетті Құранда Хужурат сүресінде Алла тағала адамзатты ұлттар мен ұлыстар етіп жаратқандығын айтады. Бұл әр халықтың өз ерекшелігі, өз дәстүрі бар екендігін көрсетеді. Қазақтың салт дәстүрі де ислам құндылықтарымен біте қайнасып кеткен. Мысалы, сүндет той, неке қию, қонақ күту, ас беру, жерлеу рәсімдері бәрі де дінмен үндесіп жатыр. Тіпті шариғатта да кейбір үкімдерді шығарғанда халықтың әдет ғұрпы ескеріледі. Сондықтан ғасырлар бойы қалыптасқан дәстүрімізді жоққа шығарып, оны ширк, бидғат немесе харам деу дұрыс емес. Керісінше, дін мен дәстүрдің үйлесімін сақтасақ, халықтың ынтымағы мен бірлігі нығая түседі.